Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі біздің айтылатын тақырыбымыз стрим, TikTok-тағы тікелей эфир. Яғни TikTok-тағы тікелей эфирге біз қалай қосыламыз, және де оның бізге берер пайдасы, біздің аккаунтымыздың өсуіне, дамуына қандай пайда береді. Жалпы осы туралы айтылатын болады. Негізінде TikTok-та тікелей эфирге кіру үшін бізде 1000 подписчик болу керек. Егер бізде 1000 подписчик болатын болса, автоматты түрде стрим деген бөлім шығады. Сол стрим, тікелей эфир екеуі бір мағына. Егер соның ішін басып кіретін болсаңыздар, сіздер тікелей эфирге кіретін болады. Бұл тікелей эфирді біз тиімді пайдалануымыз керек, өйткені бізге жаңадан подписчиктер жиналады, охватымыз көтеріледі деген сияқты. Біздің подписчигімізге көрінбей тікелей эфирге кіретін болсақ, басқа аккаунттарға көрінеді. Мысалы, рекомендация деген нәрсеге шығады. Сол жерде бізде басқа аудиториялар көріп, бізге тіркеліп деген сияқты. Сол үшін де біз тікелей эфиріміздің өзін әдемі, қызықты қылып өткізе білуіміз керек. Және де ол жерде біз қауіпсіздік ережелерін сақтауымыз керек. Яғни баланың дауысы шықпау, баланы қасымызға алып отпау. Кезінде 13 жасқа дейін, қазір 16 жасқа дейін балаларды тікелей эфирге көрсетпеу керек деген сияқты нәрселер шығып жатыр. Немесе ішімдік ішіп, суық қаруларды көрсетіп, болмаса шешініп отыру, олай істеуге болмайды. Сол үшін де оны бір барынша әдемі қылып жүргізу керек. Тікелей эфирге кірер алдында кәдімгідей жақсы дайындық жасаңыздар. Ол жерде мысалы жарықтың жақсы болуы, интернеттің жақсы болуы, дыбыстың жақсы болуы деген сияқты оның бәріне мән беріп қараңыздар. Одан кейін алдын ала видео анонс жасап қойыңыздар. Мысалы, мен қазір мынанша уақыттарда прямой эфирге кіремін, мынандай тақырыптарды қозғаймын деген сияқты. Және де эфирге кірген кезде тақырып жазып қойыңыздар. Ол тақырыпты міндетті түрде жазу керек, өйткені жаңадан кірген подписчиктер болсын, барлығы көріп, эфирдің соңына дейін отыратындай болу керек. Жалпы алдын ала дайындығымызды жасап алдық, тікелей эфирімізге кірдік, тақырыбымызды жаздық. Енді ары қарай тікелей эфирде қандай нәрселер жасауымыз керек. Бірінші, жиі амандасу, яғни әр секундта, әр минутта бізде жаңа подписчиктер кіріп шығып сөйтіп жатады. Сол кезде оның әрқайсымен жеке-жеке амандасатын болсаңыздар, біріншіден сыйластық, екіншіден оларды эфирдің соңына дейін сақтап отырасыздар. Екінші, тікелей эфирге кірген әр адамға внимание бөліңіздер, әсіресе кішкентай балаларға, өйткені олар сіздің охватыңызды көтереді. Олар деген сіз подписаться ет десеңіз подписаться етеді, кәдімгідей комментарий жазсаңыздар солай. Сондай бір сіздің фанатыңыз болып кетеді. Оларға көңіл бөліп, оларды мақтап тұру сіздің басты жұмысыңыз болу керек. Одан кейін әр кірген адамдардың аттарын атап отырыңыздар. Мысалы, Айбек кірсе, Айбек брат, қалайсың, амансың ба? Айжан деген кірсе, Айжан привет, қалайсың деп оларға жазуына мәжбүрлейсіздер. Сол кезде сіздерге комментарий жазатын болса, сіздің эфиріңізді басқа да адамдарға көрсетеді. Сол кезде сіздің охватыңыз, жалпы тікелей эфиріңіздің де көрсетілімі көп болады. Және де әр кірген адамды өзіңіздің бір туысыңыз сияқты қабылдап, мысалы, қалайсың, не істеп жатсың, не жаңалық, ауа райы қалай сендер жақта деген сияқты кәдімгідей жылы сөйлессеңіздер, олар да жылы қабылдап, соңында сіздерге подписаться ететіндей сондай бір нәрсеге жеткізу керек. Одан кейін оларға комплимент айтып отырыңыздар. Мысалы, әр кірген адамға аваңыз әдемі екен, мысалы, атыңыз әдемі екен деген сияқты әр нәрселер, күшті нәрселерді айтып отырсаңыздар, олар да күшті болып, приятно болып, бір жылы тартатын болады өзіне. Сосын сол эфирдің, сол жердің атмосферасына байланысты музыка қосып қойсаңыздар да болады. Ол да бір әдемі, жұрттарға жағымды болуы мүмкін. Ол да енді бірақ отырған жерге байланысты, енді шулы жер болатын болса, ондай нәрсе керек емес. Жалпы тыныш жер болса, әдемі қылып, бір жай қылып қойып қойсаңыздар, ол да әдемі болып тұрады. Және де поделиться жасауға тырысыңыздар. Мысалы, мына эфирді достарыңызға жіберіңіздер. Ол жерде мынандай нәрселер айтылып жатыр деген сияқты бір қызықты бірдеңелер айтып қойыңыздар. Сол тақырыпты достарыңызбен бөлісіңіздер деген сияқты әр нәрселерді мен әйтеуір поделиться жасауға тырысыңыздар. Өйткені поделиться басқа желілерге жіберетін болса, онда сіздің TikTok-ыңыз өте жақсы дамиды. Сосын басқа да адамдармен бірге қосылып көріңіздер. Оның подписчиктері сізге тіркеледі, сіздің подписчиктеріңіз оған тіркеледі деген сияқты бір-біріңізге коллаборация жасау арқылы одан да жақсы нәрселер жасауға болады. Жалпы TikTok-тың тікелей эфиріне күнделікті кіріп отырыңыздар. Енді бастапқы уақытта 10-20 адам кіріп отыруы мүмкін. Енді ары қарай бір айдан кейін 200-300 подписчиктердің кәдімгідей көтерілгенін байқайсыздар. Ол деген енді күнделікті кіріп отырсаңыздар, енді әртүрлі аудиторияларға көрініп, өзіңіздің аудиторияңызды жинайсыздар. Ол жерден осы тікелей эфир арқылы өзіңіздің аккаунтыңызды көтеріп, өсіріп, дамытып аласыздар. Мінекей біз сабақтың соңына жеттік. Сіздерге бәрі түсінікті деп ойлаймын. Егер түсінбеген жерлеріңіз болса, сұрақтарыңыз болатын болса, комментарийға жазыңыздар. Мен барлығын оқимын, оларға жауап беремін. Немесе төменге Instagram'ды тастап кетемін, WhatsApp'ды тастап кетемін. Бәріне кіріп, кәдімгідей жаза беріңіздер. Мен барлық сұраққа жауап беріп отырамын. Ал сабақ ұнаса, комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер.
Ал мен келесі сабаққа дайындалайын.